Сәлем достар, менің аты жөнім Асем Әлмұхамбет, және де бүгінгі видеода мен сіздерге Америка Құрама Штаттарында оқуға бармас бұрын, немесе сіз Америка Құрама Штаттарында оқып жатқан болсаңыз, онда мына 5 қателікті жасамауға шақырамын. Мен өзім Америка Құрама Штаттарында бірінші тіл курсында, одан кейін магистратурада оқыдым, және де өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, сонымен қатар өзімнің достарымның, таныстарымның тәжірибесіне сүйене отырып, сіздерге бір 5 маңызды нәрсені ескертуге келдім. Бұл видеоға лайк басып, және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл каналда мен сіздерге ағылшын тілін дамыту, өсу, шетелде тегін білім алу, түрлі бағдарламалар туралы айтамын, және де осы тақырып сізге қызық болса, каналға жазылып қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал сіз дайын болсаңыздар, онда біз бастаймыз. Кейбір студенттер Америка Құрама Штаттарына барғаннан кейін Америка Құрама Штаттарымен шектесетін Мексика немесе Канадаға саяхаттап барып жатады. Бірақ саяхаттаған кезде I-20 құжатын өзімен бірге алмайды. Бұл құжат өте маңызды құжат болып табылады. Сіз оқуға қабылданғаннан кейін оқу орны сізге I-20 құжатын электронды түрде немесе почта арқылы жібереді. Осы I-20 құжатымен сіз визаға тапсырасыз, және де самолетпен ұшып келгеннен кейін де шекарада офицер сіздің паспортыңыздан кейін осы I-20 құжатын тексереді. Бұл өте маңызды құжат болып саналады. Сондықтан да сіз Қазақстанға барсаңыз да, басқа елге Америка Құрама Штаттарынан басқа елге шығатын болсаңыз, міндетті түрде өзіңізбен I-20 құжатын алуды ұмытпаңыз. Көбісі ойлайды, менің қолымда паспорт бар, паспортта студенттік виза бар, және де сонымен мен қайтадан Америкаға қайтып ораламын деп. Бірақ бұл I-20-сіз жарамсыз болып есептеледі. Мен Сан-Диегода тіл курсында оқыған кезде мынандай жағдай болған. Қазақ студенті Мексикаға демалуға шыққан. Бірақ өзімен I-20 алмаған. Оның ойынша, оның паспорты бар, және паспортында студенттік визасы көрсетілген. Сол студенттік виза мен паспортпен ешқандай мәселесіз ақш-қа қайтып ораламын деп ойлаған. Алайда шекарада одан I-20 құжатын сұраған. Себебі I-20 бұл сіздің нақты студент екеніңізді дәлелдейтін құжаттардың бірі. Бұндай кезде ол өзінің жаңағы досына хабарласып, ол досы сол I-20 құжатын алып, Сан-Диегодан Мексикаға қарай бірнеше шақырым, бірнеше сағат жүріп келіп, соған табыстағаннан кейін барып I-20 құжатын көрсеткеннен кейін ғана оны шекарадан өткізген. Сол себепті Қазақстанға демалысқа қайтып оралсаңыз да, немесе басқа Америкамен шекараласатын немесе басқа елдерге шығатын болсаңыз, міндетті түрде I-20-ді ұмытпаңыз. Бұл өте маңызды. Америка Құрама Штаттарының халықаралық студенттерге арналған өзінің заңдары бар. Ол заңдарға сәйкес сіз шетелдік студенттер Америка Құрама Штаттарына тек оқу басталуына 1 ай қалғанда ғана кіруге рұқсат. Сіз егер де 2-3 ай бұрын келетін болсаңыз, онда сізді шекарадан өткізбеуі әбден мүмкін. Себебі сіз заңды бұзып отырсыз. Бұндай жағдайда сізді Қазақстанға қайтадан қайтарып жіберуі ықтимал. Сондықтан да бұндай проблемалар болмау үшін әуе билетін сатып алған кезде осы заңды, осы мәселені жақсылап ескеріңіз. Себебі менің бір танысым білместікпен 2 ай бұрын келген Америкаға оқу басталуына, және де орналасам, үй табам дегенше осындай уақыт өтеді деп, сондай мақсатпен келген. Бірақ оны арнайы бөлмеге апарып бірнеше сағат ұстап, сұрақтың астына алған. Неге ерте келдің, неге заңды бұзып отырсың деп. Және де ол қыздың қуанышына орай, олар тек қана бұл жолы ескерту ғана жасаймыз деген. Егер де тағы да былай заңды бұзатын болсаң, онда шетелден, бұл Америка Құрама Штаттарынан тікелей Қазақстанға жібереміз деген деп ескерту жасаған. Сол себепті сізде де осындай проблемалар болмау үшін тағы да қайталап айтамын, оқу басталуына 1 ай қалғанда ғана келуіңізге рұқсат. Үшінші қателік бұл плагиат мәселесі. Яғни біреудің еңбегін менікі деп өтірік айту, алдау. Бұл Америка Құрама Штаттарында өте қатты жазаланатын, өте қатты қолдау таппайтын мәселелердің бірі. Яғни бұлар оған қатты қарайды. Тек плагиат жасаған адамды тек қана оқудан шығарып қана қоймай, сонымен қатар елден депортациялайды. Бұндай жағдайда әрине Америка Құрама Штаттарына турист немесе болашақта тағы да оқуға түсу деген шансыңызды өте қатты төмендетеді. Тіпті мүмкін емес болуы да әбден мүмкін. Сол себепті сіз Америкаға келгеннен кейін, сіздің мақсатыңыз ол оқу, студенттік визамен келгеннен кейін. Сол оқуға болғандықтан барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, ештеңеден көшірмей, өзіңіздің еңбегіңізді барын салуға кеңес беремін. Себебі
кейбіреулері осы бір материалды алып, оны өзгертіп, тіпті өзінің сөздерін қосып өзгертіп жатады. Бірақ бұндай жағдайда да плагиат жасағанын байқап қояды. Сондықтан да мұны ескеріңіз. Және де бұндай жағдайда мүлде болдырмауға барынша тырысыңыз. Және де төртінші қателік. Америка құрама штаттарында әрбір университетте сіз секілді Қазақстаннан немесе ТМД елдерінен оқып жүрген азаматтар болуы әбден мүмкін. Сол себепті біздің көбі осы Қазақстанның студенттері осы қазақ немесе ТМД елдерінен келген нелермен, азаматтармен бірге, солармен бірге оқып, солармен бірге саяхатта, бірге араласып, бірге қыдырып, барлығын бірге жасайды. Бұл әрине жақсы, бірақ сіз Америка құрама штаттарына келгеннен кейін менің сіздерге шын жүректен айтатын кеңесім, ол сол ортада жаңа өзіңізге орта қалыптастыруға тырысыңыз. Әрине қазақтармен де, ТМД елдерімен келген азаматтармен араласыңыздар, достасыңыздар. Сонымен қатар сіз сол америкалықтармен бірге немесе сіз секілді басқа елдерден келген студенттермен араласуға, дос болуға, бірге уақыт өткізуге тырысыңыз. Себебі бұның пайдасы өте зор. Біріншіден, сіз әрине басқа елдің азаматымен сөйлесу, араласу арқылы бәрібір де ол сіздің дүниетанымыңызды кеңейтеді. Өмірдің қаншалықты, әлемнің қаншалықты үлкен екенін, ол әлемде қаншалықты түрлі адамдар бар екенін, қандай түрлі салт бар екенін, соның барлығын сізге үйретеді және бұл тұлғалық дамуыңызға сізге үлкен әсерін тигізеді. Екіншіден, бұл әрине сіздің тілдің, ағылшын тіліңіздің дамуына көмектеседі. Себебі сіз америкалықтармен немесе сіз секілді басқа елден келген студенттермен сіз ағылшын тілінде сөйлесесіз. Және де үшіншіден, бұл сіздің коммуникацияңызды дамытады және де әртүрлі елден дос табу, дос болу, менің ойымша ол керемет. Тек қана өзіңіздікілермен ғана араласып, ондай қателіктерді жасамаңыз. Себебі сіз басқа елге бару, ол тек қана оқу ғана емес. Ол сонымен қатар коммуникация құру, басқа елдің мәдениетімен танысу, басқа елдің салт дәстүрлерімен танысу, адамдармен араласу. Сіз бұл шетелде оқу, ол білім ғана алып қоймай, сонымен қатар сіз жан-жақты дамисыз. Бұл да үлкен тұлғалық даму болады. Ол тұлғалық даму болу үшін сіз оқумен шектеліп қана қоймай, сонымен қатар осы адамдармен араласыңыз. Сіз Қазақстанға қайтып оралғаннан кейін де Қазақстанда өзіңіздің адамдармен талай әлі араласасыз, араласып та келдіңіз. Бұл әрине жақсы. Бірақ менің айтарым, мұндай мүмкіндік туып тұрғандықтан, сол мүмкіндікті 100% пайдалануға тырысыңыз. Кейбір халықаралық студенттердің жіберетін қателігі бұл тек қана оқумен шектелу, яғни демалыс болса, онда ол келесі экзаменге дайындалады. Бұл әрине керемет. Бұл себебі бұл сіздің шетелге барғандағыңызды ең басты мақсатыңыз, бұл оқу, білім алу, сіздің приоритетіңізде оқу, білім алу. Әрине, бірақ дегенмен де егер де қандай да бір мүмкіндік болса, қандай да бір уақыт болса қалса, онда үйде отырмаңыздар. Бұл сізге күнде Америка құрама штаттарына оқуға барып жатқан жоқсыздар. Бұл қашан енді сіз былай жылдап, айлап, ұзақ уақыт Америкада тұру, оқу мүмкіндігіне ие боласыздар, иә? Сол себепті сіздер тіпті сабақ көп болса да үйде қамалып отырмаңыздар. Сабақ оқуға түрлі кітапханалар бар. Парктерге барыңыз, ол жерлерде отырып оқитындай орындықтар бар. Сол орындықтарға отырып таза ауада, барынша немесе шайханалар бар. Сол жерлерге барып отырыңыз. Яғни барынша сол елдің көруге, әдемі жерлерін, бар жерлеріне баруға тырысыңыз. Тіпті сабағыңыз көп болып жатса да, сол сабақты оқуға сол елдің кітапханаларына барыңыздар. Сол елдің сабақ оқуға мүмкіндік беретін кафелеріне барыңыздар. Түрлі саябақтар бар, саябақтарға барып сабақ оқыңыздар. Яғни өзіңіздің үйде қамалып отырмай, сол елді барынша көруге тырысыңыздар, сабақ көп болғанның өзінде. Ал егер де сабақтан бос уақытта, онда да үйде отырмай, онда ел көріп, жер көріп, түрлі музейлерді аралап, әдемі жерлеріне барып, көп саяхаттауға кеңес беремін.
келесі өте маңызды жасамау қажет қателік. Бұл 20 сағаттан артық жұмыс істемеу. Яғни бұл шетелдік халықаралық студенттер өзінің оқитын оқу орнында кампуста 20 сағат, аптасына 20 сағат жұмыс істеуге рұқсат заң бойынша. Бірақ бұл 20 сағаттан артық жұмыс істеуге болмайды. Ол алғашқы оқу жылында 20 сағат, жазда ол сағатты қателеспесем артады, бірақ осы оқып жатқан уақытта сіз 20 сағаттан артық жұмыс істеуге құқығыңыз жоқ. Егер де сіз 20 сағаттан артық жұмыс істейтін болсаңыз, онда бұл сіз үшін үлкен проблема болуы мүмкін. Яғни сіз заң бұзып отырсыз Америка Құрама Штаттарында. Олар заң бұзушылыққа өте қатал және өте қатаң қарайды. Сол себепті білместікпен немесе басқамен емес, сіз осы 20 сағаттан артық жұмыс істемеңіз. Бұл әрине оқу орны сізге жұмыс беріп отырғандықтан, олар сіздің халықаралық студент екеніңізді біледі және де сізге 20 сағаттан аптасына артық сағат бермеуін қадағалайды. Десек те сіздің де білгеніңіз абзал, сіздің де осыны жіті қадағалағаныңыз дұрыс. Болашақта ешқандай мәселе туындамау үшін. Осымен менің видеом тамам. Егер видео пайдалы деп тапсаңыз, онда каналға жазылып, лайк басып, және де комментарийді жазуды ұмытпаңыз. Бәлкім сізге бір басқа Америкадан бөлек басқа елде оқығыңыз келетін шығар. Немесе осы туралы түсірсеңіз деген ұсыныстарыңыз болса, онда мархабат, сұрақтарыңыз болса мархабат, комментарийға жазыңыздар. Оның барлығына мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал ондаша қоштасайық. Келесі видеода кездескенше сәттілік серігіңіз болсын, сау болыңыздар.